Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге кешкі асқа дайындалатын өте керемет әрі ерекше тағамды ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен етімізді кіші бөлшектерге бөліп, жұқалау етіп турап аламыз. Кез келген сиыр немесе жылқының етін пайдалансаңыздар болады. Дәл осылай видеодағыдай кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген видео рецепті таба аласыздар. Етімізді турап алдық, енді пиязымызды да кіші етіп майдалап турап аламыз. Бізге орташа осындай бір пияз қажет болады, немесе кішкентай 2 пиязды қолдансаңыздар болады. Пиязымызды турап алдық, енді тәтті бұрыштарымызды да турап аламыз. Мен осылай қызыл және де сары түрін пайдаландым. Барлығын осындай кубик етіп турап аламыз. Тәтті бұрыштарымызды да турап алдық, енді сәбізімізді ұзын-ұзын етіп жұқалап турап аламыз. Барлық ингредиенттерімізді осылай турап аламыз. Біз үйде сәбіз жемейтін болғандықтан осындай аз ғана мөлшерде сәбізді пайдаландым. Мінекей барлық ингредиенттерімізді турап алдық. Енді сковородкамыздың үстіне аз мөлшерде майымызды құйып қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін үстіне алдымен етімізді салып 5-10 минуттай қызарғанша қуырып аламыз. Етімізді жақсылап қызартып қуырып аламыз, бірақ күйдіріп жібермейміз. Етімізді қызартып қуырып алғаннан соң үстіне пиязымызды салып 5 минуттай кішкене ғана қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып болғаннан соң үстіне сәбізімізді салып 1-2 рет қана араластырып қуырамыз. Содан кейін барып үстіне туралған тәтті бұрыштарымызды салып, оны да 5-10 минуттай қуырып алатын боламыз. Тәтті бұрыштарымызды қуырып алғаннан соң үстіне томат немесе қызанағымызбен бірге туралған чесногымызды салып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң дәміне қарай тұз және де дәмдеуіштерімізді салып, тағы да араластырып алатын боламыз. Бұл тамақтың бір ерекшелігі, құрамына соевый соус қосылады. 2 ас қасық соевый соусты құйып, тағы да 5-10 минуттай қуырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстіне 1 бокал суымызды құйып, тамағымыз қайнағанша күтеміз. Тамағымыз қайнағаннан соң лавр жапырағын, укропымызды салып, бетін жауып, 15-20 минутқа етіміз піскенше қалдырамыз. Осы аралықта фриларымызды қуырып аламыз. Мінекей 20 минут тұрды. Біздің етіміз толығымен пісті, әрі суы осылай тартылады тамақтың. Енді тамағымыздың үстіне піскен фриімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң тарелкаларымызға салып, дастарханға ұсына береміз. Өте дәмді әрі керемет болып шығады, әрі ерекше тамақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған және менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.